Барлығыңызға сәлем. Бұл менің оқырмандарыма арнайы түсірілген видео сабақ. Бұл жерде біздер Түркия оқуға түсетін компанияны қалай дұрыс таңдау керек, маманды қалай дұрыс таңдау керек деген сұраққа жауап беретін боламыз. Сабақты бастамас бұрын мен кіммін деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. Аты-жөнім Мұрат Күләш. Түркияда түркітану мамандығының магистрантымын. Бакалаврда ауысым бағдарламасымен Түркияда оқып келдім. Осыған дейін 500-ге жуық студентке түрік тілін үйреттім. Менің студенттерім Түркияның Анкара қаласынан бастап Стамбул, Измир, Бурса, Сакария сынды және ондаған қалаларға оқуға түсті. Студенттерімнің ең кемі 4 шақырту, ең көп деген 10-ның үстінде Түркия университеттерінен шақырту алды. Енді сабағымызды бастайық. Ең алғашқы пункт бұл неше университетке түсіреді деген сұрақты қойып, соны компаниямен немесе маманмен талқылауымыз керек. Қазіргі таңда бір немесе максимум 5 университетке түсіретін услугалар көбейіп кетті. Бірақ сіздің аттестат, ұбт нәтижеңіз, ағылшын сертификаты деген нәрселер көбейген сайын сіздің шақыртуларыңыздың да саны көбейеді. Яғни 1-ден де тіпті 5-тен де 10-15-ге дейін барып қалуы мүмкін. Сол себепті бір шақыртуды орташа балл төмендер ғана алуы мүмкін екенін ұмытпаңыздар. Яғни ол сатып алынатын университеттен орын. 4-те 2, 4-те 5 деген сияқты бакалавр үшін аттестаттың орташа бағасын айтып жатырмын, немесе колледж дипломының. Бұл бакалавр үшін. Онда балыңыз осындай болса, онда университеттің конкурсына, квотаға таласуыңызға бағаңыз конкурентно способный деген сөз. Яғни сіз бір емес, тіпті 5 емес, одан да көп университетке түсіп, ішінен біреуін таңдауға үлкен мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Сол үшін бұл пунктты ең алдымен компания немесе маман таңдарда ақылдасып, барлық сұрағына нақты қай университетке түсіресіз, қандайға тапсырасыз, қалай тапсырасыз, мен неше шақырту аламын, ықтималдылық қандай деп барлығын сұрап алыңыз. Екінші пункт, сізге қай университетті ұсынатынын оған аса назар аудару керек. Қазір 1-2 университетті ұсыну сәнге айналып кетті. Өйткені конкурсқа құжатты рәсімдеуге, оны жинауға, елшілікпен, сонымен, нотариуспен байланысуға көбі ерінеді. Клиенттің ақшасын жоя салып, квотаны сатып ала салған әлдеқайда оңайырақ, ыңғайлырақ. Сол үшін де тек қана 1-2 университетті алға тартатындар көбейіп кетті. Мынандай жағдайлар да өте көп кездесті. Маған осы күні кеше студент келді, алтын белгіге мектепті бітірген, өте жақсы оқыған, ұбт-ны да жақсы тапсырған, бірақ оны өкінішке орай колледжге түсіріп жіберген. Ал оның қолындағы тіпті аттестатының өзімен, ұбт-сыз аттестаттың өзімен оның 10-ның 15-дің үстінде университетке түсуге, ең кереметі деген кем дегенде Анкараға түсуге үлкен мүмкіндігі бар еді. Бірақ өкінішке орай сондай компанияға алданып, енді қазір сан соғып отыр. Барып оқығысы да келмейді, өйткені ешкім тұрмайтын, аса бір білімі жақсы да емес жерге, колледжге оқуға түсіріп тастапты. Ал Анкара деген ол оқуға түсе алатын университеттердің вышкасы деп біліңіз. Өйткені Анкараға кез келген түсе алмайды. Түскен міндетті түрде менің ойымша баруы керек. Сол үшін маған тегін диагностикаға келіңіз. Сізді ала алмасам, ең құрғанда сенімді адамды тауып беремін. Өйткені бұл салада да квота сатылған күннің өзінде де алданып қалатындар, сан соғып қалатындар өте көп. Сол себепті сіздің алдыңызда адал болатын, сіздің құжаттарыңызды нақты дұрыс тапсыратын адаммен байланысуыңыз керек болады. Маған қолыңыздағы бар нәрсені айтып келсеңіз, менің аттестатым бар, ұбт-ым бар, осындай сертификатым бар, немесе менде ештеңе жоқ, мен не істей аламын десеңіз, мен сізге тегін диагностика жасап беремін. Үшінші пункт, сіз мүлдем жақсы көрмейтін мамандыққа университетке түскенше, жақсы көретін мамандыққа колледжге түсуді кеңес берер едім. Бірақ бұл орташа балл төмен болған кезде ғана болатын жағдайлар. Мысалы, өткен жылы менің бір студентім архитектураға түскісі келді. Архитектура өте жоғары баллды талап ететін мамандық. Сол себепті бакалаврға түсе алмайтынын білген соң, мен оған барып ескерттім. Сен не таңдайсың? Бакалаврға кез келген мамандық па, архитектура емес басқа мамандық болуы мүмкін, әлде колледжге сол архитектураға түскім келе ме деп. Ол бірден бакалаврға архитектурасыз бакалаврдан бастатты, колледждің архитектурасына түсті. Ода тұрған ештеңе жоқ. 2 жыл оқуын бітіріп алғаннан кейін ары қарай тағы 2-3 оқып,
дәл сол бакалаврдың уақытын жойып, бірақ түбінде архитектор болып шығады. Енді квота сатып алу деген вариантты ұсындым, бірақ ол обычно жас кезінде өте қымбат болады. Сол себепті ол әркімнің қалтасына ыңғайлы бола бермейтін де баға. Сол үшін де өзімнің бағаммен шынайы колледжға архитектураға түсемін деп шешім қабылдады. Дәл солай біздер колледжге архитектураға түсірген болатынбыз. Бұның барлығы студенттің келісімімен. Мен оның рұқсатынсыз ешқалай құжат тапсырмадым. Сол үшін де алдын ала компаниялар студенттің қалауын, қай жерге тапсырғысы келеді, қай жерде оқығысы келеді, қай жерде оқығысы келмейді деген нәрсенің барлығын біліп, студентпен ақылдасу керек. Ол қанша жерден жас болса да, ол да өзінің қалауы бар тұлға. Келесі өте маңызды пункттардың бірі, әр услугасының ішіне не кіретінін үтір нүктесіне дейін сұрап алуыңыз керек. Мысалы, приглашение ма? Не кіреді? Приглашение алып беруге. Менің құжаттарымды реттеуге көмектесесіз бе? Оқуға түскеннен кейін елшілікпен байланысуға көмектесесіз бе? Сонымен менің қандай жұмысым болады? Яғни соның барлығын нақты сұрап алу керек. Көбі приглашениесін сұрамай қалады, өйткені білмейді. Мен жақсы түсінемін студенттерді. Өйткені алғаш рет шетелге түсіп тұрған адам бұны білмеуі ол айып нәрсе емес. Бірақ та сол үшін де жаңа приглашениесін алмай Түркияға келіп алып сан соғатындар бар. Өйткені Түркияға барғаннан кейін приглашение әлі жоқ болып шығады. Приглашениесі студент ол жерде студент ретінде ешқайда тіркеле де алмайды, тіпті ВНЖ-сын да алмайды. Содан кейін сопровождениесі ақсап қалады көбінің. Сол үшін де мынандай нәрсе болу керек. Сіздің жеке кабинетіңізді бере ме? Сіздің қалаған почтамен тіркесін. Содан кейін логин пароль бола ма? Сізге бере ме оны? Жалпы әр пунктқа не кіреді біліп алып, тіпті жазып алып, олар консультация бергенде соны талап етуге құқылысыз. Өйткені көп студентке компаниялар оның логин паролін жеке кабинетіне доступты ешқалай бермейді, өте көп жағдайда. Мысалы, мен Түркия бурсларында бермедім, өйткені менде мынандай жағдай болды, студентім мен доступ беріп қойған кезде басында енді әрбіреуінің құқығы бар деп таратқан болатынмын. Сол кезде өзінің заявкасын өшіріп алып, оның заявкасын қайтадан толтыруға тура келді. Ал уақыт қысылтаяң болды, заявка қабылдау бітетін уақыт болып қалды. Сол үшін үлкен паникада болып, жаңағыдай бір жамандықтың алдын алып қалған едік. Сол үшін де себебі болады. Бірақ мен содан кейін барлығына таратып, өздерінің құқығы болғандықтан бәріне логин паролін үлестіріп берген болатынмын. Дәл солай, жаз кезінде мемлекеттік университеттерге ақылы оқитын жерде мен бірден таратқан болатынмын. Бәріне өздерінің қолданылған почтасын, жеке кабинеттің сайтын, логин паролін барлығын берген болатынмын. Сол үшін де жаңағыдай әр пунктқа не кіретінін біліп жазып алыңыздар. Мысалға бір случай болған бізде. Менімен бірге бір қыз түсті, Түркияға келіп алыпты компания, сөйтсе ол қыздың приглашениесі да, ештеңесі де жоқ, жеке кабинеті де жоқ екен. Сол үшін де үлкен қиянатқа ұшыраған болатын. Қазақстанға қайта алмай өте қатты қиналып қалды. Сол үшін де барлығын біліп алып, үтір нүктесіне дейін өте пысық болыңыз, жұлып жеп тұрыңыз. Сіз шетелге шыққалы жатсыз, ол жерде сізді ешкім аямайды, ол сіздің еліңізде емес. Сол себепті қатты пысық болуды, барлығын дотошно сұрап алуды кеңес берер едім. Одан бөлек, Қазақстанның ішіне не көрші қалаға кетіп бара жатқан жоқсыз. Ол жақтың азаматы да емессіз. Сол себепті әр құжатты мұқият жинап, әр құжатты бөлек папкаға салып, аса бір внимательностьпен қараңыз. Қандай құжат керек, оны қалай рәсімдеу керек, сонымен, әділет басқармасымен, елшілікпен, нотариуспен қандай жұмыс атқарылуы керек, барлығын түсіндіретін сіздің ақшаңызды алып услугасын ұсынатын компания немесе маман. Сол үшін барлығын алдын ала біліп баруыңыз өзіңізге дұрыс болады. Келесі және соңғы пункт, сізге услугасын сатуға емес, көмектесуге тырысатын маманмен жұмыс жасаңыз. Бұл сферада ақша өте көп айналады. Сол үшін де бұны бизнеске айналдырып жібергендер өте көп. Бизнес жаман емес, бірақ ең алдымен тұтынушы, клиент, саған келген оқушы студент сенің жұмысыңа, өзінің арманына жету үшін келді. Сенің жұмысыңды сол үшін алды. Соны түсінбейтіндер өте көп. Өйткені тіпті андай болып жатады, 200, 300, 400, 500 студенттен потокпен алып барған компанияларды жаңағыдай
гарантия бойынша өзінің жұмысын орындамай қалса да, ешқандай сот оларға ешқандай үкім шығара алмай алған, студенттің құқығын қорғай алмай алған кездер көп болды. Өйткені не біреудің, енді ойлаңыздар, бәленбай жүздеген студентті апырған адамдар сотты жеңбегенде кім сотты жеңеді? Одан бөлек жаңағыдай көбінесе келісім шартта, көбінесе 90-80% компанияның, маманның құқығын қорғайтын болады. Әрине, бұл жерде әрбір адамның құқығы қорғалуға құқығы бар. Бірақ та менің құқығым қорғалсын деп студенттің құқығын ұмытып кеткен компаниялармен жұмыс істемеуге тырысыңыздар. Шын жүректен жаным ашитын себебі осы. Сізге шынымен де көмектесетін маман таппасаңыз, өте қатты қиналасыз. Мысалы, қазір көбі код сатып алатын болғасын, сіз ұнатсаңыз да, ұнатпасаңыз да, сізге ультиматум қойып, соған какой-то бір қаламайтын ешқандай қатысы жоқ мамандыққа түсіріп жіберуі мүмкін. Өйткені олар деген сізден тезірек құтылғысы келеді, сіздің қалаған мамандығыңызды алдын ала қамтамасыз ете алмайтынын біліп тұрса да, сізді Түркияға алып келіп алып, сіздің шарасыз екеніңізді білген үшін алдыңызға ультиматум қойып, осыған түссең түсесің, түспесең өзің білесің, біз саған барлық вариантты ұсындық деген сияқты айтуы мүмкін. Ол дегеніміз сізде емес, бірінші кезекте өзін және сізден тезірек құтылуды көздеп тұр деген сөз. Маған қанша студент қанжылап келді. Қаншасына көмектестім, қаншасы ақшасын жойып, соларға алданып, енді желініп қалған соң амалсыз солардың дегенімен жүретіндер өте көп. Өйткені ата-анасы да баласын мына жақтан қатты шырылдап уайымдайды, баласын ана жақта қиналмағанын қалайды, сол үшін ақша болмаса да тауып беріп, бірдеңе етіп, баласын тығырықтан шыққанын қалайды. Ал оны компаниялар көрген сайын, адамның шарасыздығын көрген сайын ақша талап етіп, сөйтіп сіміріп алады ақшаның барлығын. Солай студент олардан ешқалай кете де алмай қалады, берген ақшасын қайтара да алмай қалады. Үлкен өкінішке орай. Сол себепті егер іште адамгершілік жоқ екенін, үнемі сізге өзінің услугасын тықпалап, жаңағы проблемаңыздың шешімін нақты табуға тырыспаса, онда көп жерлерден аулақ жүруге тырысыңыз. Приглашениесіз елден шықпаңыз. Әрбір документті талап етіңіз. Менің Түркияда оқу гайдым бар. Соны алсаңыздар да болады. Ол да тегін таратылады. Ол жерде мен бұдан да бөлек ақпараттар айтқан болатынмын. Видеода басқа ақпарат, ал гайдта мүлде басқа ақпарат берілген болатын. Шын мәнінде қорытындылай келсек, сізге сіздің жолды жүріп өткен адам ғана көмектесе алады. Себебі сіздің болашақта жүргелі отырған жолыңызды, көргелі отырған өміріңізді сізден бұрын, бірнеше жыл бұрын, бірнеше уақыт бұрын сол адам көріп тастаған. Жақсы нәрсе болсын, жаман нәрсе болсын, ол адам сенен бұрын көрген соң, сондай адамның ғана сені іштей түсінетінін, саған шынымен де жанын ашитынын түсіну керек. Көбінесе бұл сферада Түркияда студент болып көрмегендер өте көп. Болып көрсе де әлі тәжірибесі жоқтар өте көп. Арзан услугасын сатамын, өзіме нан табамын, нәпақамды осылай табамын деп ойлайтындар өте көп, бірақ қанша адамның обалына қалып жатырғандар сансыз шығар. Одан бөлек бұны үлкен бір прибыльный бизнесқа айналдырып жүргендер өте көп. Сол себепті сізді шынымен де өзіңіз ойлап көріңіз. Мысалға, сіз деген бір адамға алданып қалсаңыз, немесе бір жолда жақсы, бір жолда жаман нәрсе көрсеңіз, дәл сол жолға кіріп баратқан адамды көрсеңіз, сіз дейтін адамгершілік бар ретінде, адам ретінде жай ғана сол жерде өзіңіздің кеңесіңізді айтып, жанашырлығыңызды білдіріп кетесіз ғой. Қай адамгершілігі, адамдығы бар адам қарап тұрып, мен көрдім ғой неше түрлі қиындықты, ол да көрсін деп айтады. Бұл әлемде әлі мейірімділік, адамгершілік біткен жоқ. Просто сіздің жолыңызды жүрген адамнан жөн сұрап, бағыт бағдар сұраған өзіңізге әлдеқайда жақсы болады. Өйткені мысалға сіздің өтетін адаптацияңызды, студенттік өміріңізді, оған деген бейімделуді, шетелдегі өміріңізді барлығын алдын ала білетін, қандай этаптардан тұратын, оның барлығын білетін, сіз сияқты өмірді сізден бірнеше жыл бұрын сүріп тастаған
адам білетінін сіз де нақты білесіз. Сол себепті сіздерді Түркияда оқуға 100% дайындық атты тәлімгерлігіме шақырамын. Түркияда бакалаврда да, магистратурада да оқып көрген, бірнеше жылдан бері осы оқуға түсіру саласында жұмыс істеп келе жатқан педагог маман ретінде сізді тек қана оқуға түсіріп қана қоймай, Түркияда студент болуға жан-жақтан дайындаймыз. Біз оқуға түсу, тіл үйретумен ғана айналыспаймыз. Ол жақта заңды депорт болмау үшін жақсы табыс табу көздерін айтамыз. Өйткені рано или поздно, ерте кеш пе студент жұмыс істеп бастағысы келеді. Өйткені Түркияда неше түрлі бизнестің түрлері қайнап жатыр, бірақ заңсыз түрлері де өте көп. Соған шалынып қалып, елге кіре алмай қалғандар да өте көп. 5 жылға Түркияға кіре алмай запрет алғандар көп. Соның барлығын айтамыз. Одан бөлек арзан билет сияқты үлкен қажеттіліктерді алдын ала сіздерге Түркияға кетпес бұрын барлығын айтып, сіздерді дайындаймыз. Өйткені сіздер ол жақта бірнеше жыл тұрасыздар, әр семестр сайын еліңізге келгіңіз келеді, отбасыңызды сағынасыз. Сол кезде әрбір саяхаттың өзі тиімді, нақты болу үшін сіздерге осындай қажеттіліктерді алдын ала айтып, тіпті оқуға түскен мамандықтарыңыз бойынша біздер дәрістердің, лекцияларын барлығын тауып береміз. Өйткені шын жүректен үлкен жанашырлықпен жасайтын жұмысым. Өйткені маған сол оқуға түскенде көмектесетін көп ешкім болмады. Жанашыр тек 1-2 қазақ болды. Бірақ қазір менің осындай үлкен бір аудиторияға шыға алғанымды қолданып көмектескім келеді. Сол себепті нақты құжаттармен қалай жұмыс жасау керек, солардың барлығын осы тәлімгерлікте айтатын боламыз, толық ақпарат берілетін болады. Сол үшін де осы күзде Түркия студенті атанып отырғыңыз келсе, алдағы семестрда Түркия студенті атанғыңыз келсе, дәл қазір маған Инстаграмға немесе WhatsApp желісіне жазу арқылы тегін диагностикалық консультация аласыз. Мен сізден ешқандай ақша талап етпеймін. Мен сізге бірден нақты бағаңызға қарап, түскіңіз келетін мамандыққа қарап, қалауыңызға қарап, өзіңіздің табиғатыңызға қарап мамандықтар ұсыну мүмкін. Немесе мынандай мамандыққа түсу сізге өте қиын болады деп бар білгенімді айтып, енді үлкен тәжірибенің арқасында бірден анализ жасай алатындай деңгейге жеттік. Сол себепті тегін диагностикада барлығыңызды күтемін. Сабақ пайдалы болды деп үміттенемін. Алдағы уақытта барлығыңызды менің Инстаграмымда және басқа әлеуметтік желілерде күтемін. Көріскенше аман сау болыңыз.